Сәлем балақай. Бүгін біздер математика сабағынан 48-ші сабақ сандарды қосу және азайту деген тақырыптағы берілген тапсырманы бірге орындайтын боламыз. Кәне бірінші есепке назар аударайық. Бөлшектерді реттеуге көмектес. Оларды екі қорапқа бөліп сал дейді. Бұл жердегі бөлшектердің астында сандар берілген. Бірінші бөлшек бұл 90 дана, екінші бөлшек 50 дана барлығы және үшінші бөлшек 80 дана. Осыларды біздер екі қорапқа әртүрлі бөліктерде салуымыз қажет. Енді назар аударып қарайтын болсақ, бізге бірінші қорапқа 50 бөлшек салынған. 50 бөлшек салынған. Енді бізге екінші қорапта қанша бөлшек бар екендігін табу қажет. Яғни 90-нан азайтамыз 50-ді. Енді біздер бұны қалай оңай есептесек болады? Ондықтарды есімізге түсірейік. 90 дегеніміз бізде неше ондық? 9 ондық. Азайту 9 ондық, азайту 50 дегеніміз бұл 5 ондық. Яғни біздер бұл жерде 9-дан 5-ті азайтамыз. Тең болады 4 ондық. 4 ондық дегеніміз қандай сан? 4 ондық дегеніміз бұл 40. Сонда 90 азайтылған 50 тең болады 40-қа. Осы сияқты қалғандарын бірге орындап шығайық. Бұл жерде 40 бөлшек болады. Келесі 30, яғни 9 ондықтан 30 ондықты азайтамыз. Сонда 6 ондық болады. 6 ондық дегеніміз 60. Келесі 9 ондықтан 7 ондықты азайтамыз. 2 ондық қалады. 2 ондық дегеніміз 20. Келесі 9 ондықтан 1 ондықты азайтамыз. 8 ондық дегеніміз 80. Сол сияқты қалғандарын орындап шығайық. 80 азайту 10. Оңай шығару үшін біздер бұны ондыққа айналдырамыз. 8 ондық азайтылған 1 ондық тең болады. 8 ондықтан 1 ондық азайтын болсақ, 7 ондық болады. 7 ондық дегеніміз 70. Сонда 80 азайтылған 10 тең 70-ге. Түсінікті болды деген ойдамын. Келесі астында мысалдарды жаз дейді. Енді бұл жерде де жоғарыдағыдай тәсілмен шығарамыз. Қандай санға 50-ді қосқанда 90 шығады? Ондықтарға айналдырамыз. Келесі 4 ондыққа 5 ондықты қосатын болсақ, 9 ондық шығады. Сонда 40 қосылған 50. Келесі 30 қосылған 20 тең 50-ге. Келесі 70 қосылған 10 тең болады 80-ге. Әрі қарай тапсырмаларды жалғастырайық. Екінші тапсырма: қандай сандар жасырылған? Дұрыс жауапты таңда. Бірінші қандай санға 70-ті қосқанда 80 шығады. Жоғарыдағы тәсіл бойынша шығарып өтейік. 7 ондыққа неше ондықты қосқанда 8 ондық шығады. 1 ондық дегеніміз 10. Келесі 5 ондыққа неше қосқанда 9 ондық шығады. 4 ондық, яғни 40. Келесі 100 санынан 70-ті азайтқанда 30 шығады. Келесі 90 азайту 80 тең болады 10. Келесі 30 қосылған 70 тең болады 100. 60 қосылған 20 тең болады 80-ге. Кім жылдам есептейді? 5 қосылған 3 тең 8-ге. 8 қосылған 2 тең 10-ға. 10 азайту 6 тең 4-ге. 4 азайту 2 тең 2-ге. 2 қосу 6 тең 8-ге. Сонда жауабы 8. Келесі 20 қосылған 30 бұл 50. 50 қосылған 50 100. 100 азайтылған 60 40. 40 қосылған 40 тең 80. Жауабы 80-ге тең. 6 азайтылған 0 тең 6-ға. 6 қосылған 2 тең 8-ге. 8 азайтылған 5 3-ге тең. 3 азайтылған 3 0-ге тең. Жауабы сонда бұның 0. Келесі тапсырма, төртінші тапсырма. Бұл
10 сантиметр тең 1 дециметр. Біздер бұны алдыңғы тақырыптардан білеміз. Енді таспаның ұзындығын дециметрмен нешеге тең болады? Кәне есептейік. Бірінші берілген 40 сантиметр қосу 30 сантиметр тең болады. Барлығы неше сантиметр болады? 70 сантиметр. 70 сантиметр. 70 сантиметр дегеніміз бұл 7 дециметр. Өйткені 10 сантиметр 1 дециметрге тең. Келесі 50 сантиметр қосылған 40 сантиметр тең 90 сантиметрге. 90 сантиметр дегеніміз 9 дециметрге тең. Келесі 70 сантиметр қосылған 10 сантиметр бұл 80 сантиметр. 80 сантиметр дегеніміз бұл 8 дециметр. Осымен математикадан бүгінгі берілген тапсырмалар түсінікті болды деген ойдамын. Келесі математика сабағында кездескенше.